Асқабақ жасаруға көмектеседі. Бастапқыда тек Орталық Америкада өскен асқабақ енді әлемнің барлық аймағында өсіріледі. Сол секілді Қазақстанда да түрлі тағамға қосылады. Оның пайдалылығы соншалық балалар диетасында қолдануға болады. Дәнектерінен жоғары бағаланатын емдік қасиеті бар май дайындайды. Асқабақта сорпаға, пирогқа, гарнир және десерт жасау үшін тұтынады. Дүкеннен қабығындағы дағы жоқ түрін таңдаған дұрыс. Асқабақты жертөледе сақтаған жөн. Ауа температурасы +15 градустан төмен, +2 градустан жоғары болуы керек. Ұрығы бір-біріне тимей, күн сәулесі тікелей түспейтін жерде ұзақ сақтайды. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ол зат алмасуды реттеп, өтті айдайды. Ал құрамындағы Д дәрумені асқазанның жұмысын майды жылдам қорыту арқылы жеңілдетеді. Асқабақтың 100 граммында 25 калория ғана бар. Асқабақтың адам ағзасына тигізер пайдасы күнделікті тұтынатын алмадан да асып түседі. Оның құрамында Д дәруменен өзге А, В, С, Д сынды дәрумендер мен фолий қышқылы бар. Ішінде ең көп кездесетіні темір. Оның құрамында калий қан тамырлар жүйесінің жұмысын жеңілдетіп, жүректің саулығын қамтамасыз етеді. Құрамындағы жасұнығы ішектің жұмысын жақсартады. Ал пектин ағзадағы боғат пен уытты тазалайды. Құрамындағы Е дәрумені әжімдерді жазып, жасаруға септігін тигізеді. Ал асқабақ дәні ағзаны маймен, ақуызбен және минералды тұздармен қамтамасыз етеді. Жоғарыдағы тізімді афродизикасында қасиеті толықтырады. Осы қасиетіне сәйкес, оның иісі ер адамның қан айналым жүйесінің жұмысын 40%-ке жақсартады.